Нығметулла Кекбаев атындағы мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Байділдаева Жансая Амирбековна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат және адам, лепті сөйлем. Бүгінгі сабақтан мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды үйренесіңдер. Өткен сабақта лепті сөйлем туралы білдіңдер. Олай болса, мен сендермен мен бастайын, сен жалғастыр ойынын ойнайық. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөзден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Жарайсыңдар, балалар. Енді семантикалық картамен жұмыс жасайық. Анам дүкенге барды. Сен нешінші сыныпта оқисың? Алақай, әжем келді. Осы сөйлемдерді түрлеріне қарай ажыратып белгілеңдер. Алғанеки, балалар, тексеріп көрейік. Анам дүкенге барды. Хабарлы сөйлем. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сұраулы сөйлем. Алақай, әжем келді. Лепті сөйлем. Сендер де дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Тапсырма. Сөйлемдерді көркемдеп жаз. Өзіңді қоршаған ортаны ластама. Суға түкірме. Ағаштың бұтақтарын сындырма. Гүлді жұлма. Көркем жазу минуты. Мына сұрақтарға дұрыс жауап беріп көріңдер. Жазған сөйлемдерің қандай сөйлем екен? Дұрыс айтасыңдар. Лепті сөйлемдер. Осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Сурет бойынша мәтін құр. Құрған мәтініңде лепті сөйлем болатын болсын. Жылдың қай мезгілі екен? Баланың көңіл күйі қандай екен? Алғанеки, балалар, құрған мәтінімізді оқып көрейік. Қыс. Алақай, қыс келді. Түнімен қар жауды. Шанамды аламын да, құтжолды ертіп, сырғанауға барамын. Биіктен сырғанап келемін, ұшып келемін. Қандай тамаша. Жарайсыңдар, балалар, сендер де осындай мәтін құрды деп ойлаймын. Осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өзің қайта құрастырып жаз. Дұрыс құрастырылған мәтінді оқып көрейік. Су, өмір нәрі. Сусыз тіршілік жоқ. Өйткені адам, өсімдік, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Ал ендеше, балалар, осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл мәтіннің қай түрі? Ойланып көрейік.
Пайымдау. Дұрыс айтасыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Жарайсыңдар. Сусыз тіршілік жоқ. Мәтінге сәйкес ат қой. Дұрыс. Су өмір нәрі. Яғни мәтіннің аты су өмір нәрі. Осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңдер. Ал қанекей балалар, Мұзафар Әлімбаевтың «Не жомарт, кім жомарт» өлеңін қарастырамыз. Осы өлеңге көп нүктенің орнына сұрақ белгісін не леп белгісін қойып, дауыс интонациясына салып оқыңдар. Не жомарт? Кім жомарт? Не жомарт? Жер жомарт. Адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Кім жомарт? Ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Кім жомарт? Батыр жомарт. Халық үшін жанын берген. Сендер де сұрақ белгісі мен тыныс белгісін дұрыс қойып, оқыдыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Өзіндік жұмыс. Жомарт сөзін қалай түсінесіңдер? Жомарттыққа тағы кімдерді жатқызуға болады? Өз ойларыңмен, достарыңмен, сыныптастарыңмен және мұғаліммен бөлісуге ұмытпа. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауға үйрендіңдер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.